Міне жаңа ғана алдымыздан көрсететін жерде Қаныш Сәтбаев туған тас тұр, белгі тас. Сол жерде Қаныш Сәтбаев дүниеге келген. Міне осы жерде жаңа Қанис апаларымыз, Шәмши апаларымыз осы жерде дүниеге келген. Бұл Имантайдың қыстауы. Яғни Сәтбай қажы Имантайға жер беріп, жеке отау қып шығарған. Осы жерден Имантай алғызып, Ғабдылғани деп Қаныштың атын қойғызған. Менің Қанышым, Қантайым деп, Қанышым деп еркелетіп, содан Қаныш аталып кеткен. Ғабдылғани Алланың адал құлы деген сөз. Баянауылдағы алғашқы 7 жылдық мектеп үйі. Мұнда енді Қаныш Сәтбаевтың да үлесі бар. Осы мектептің балаларына парта жасатқан Қарабек ақсақалға. Бұрын осы мектеп әлі де бар Баянауылда. Қаныш Сәтбаевтың мемориалдық мұражайы аудан орталығында. Жұмат Шанин, режиссер және драматург. Біздің Баянауылдың қасиетті топырағында дүниеге келген әйгілі жерлестеріміз Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, қазақ халқының белгілі ақыны және тарихшысы. Бұл кісі өте әулие адам болған. Бұл кісінің мұражайы бар Жаңажол ауылында, кесенесі бар. Жая Мұса Байжанұлы, Қазақстанның көрнекті аңшы сазгері. Әлкей Марғұлан академик. Шаппық Шокин академик. Олжас Сүлейменов ақын. Ермұханбек Маханов, тарих ғылымдарының докторы. Тихан Әбілов, ақын жазушы, Сұлтанмахмұт Торайғыров трилогиясының авторы. Қамар Қасымов, белгілі қазақ музыка аспаптарының шебері. Қалижан Бекхожин ақын. Шакен Айманов, кинорежиссер. Кәукен Кенжетаев, Қазақстан Республикасының халық әртісі. Шакен аға мен Кәукен аға осы жердің тумасы. Көлдің ар жағында Айманбұлақ деген жер бар, сол кісілердің ата қоныстары.